деп аламанға аттанғанмын, жасымнан абай жырын ақтарғанмын. Қалың ел қайран жұрттың қамыл айтқан қара сөзі жадымда жатталғанмын. Ассалаумағалейкум әзастанам өзіңдей жүрегімде жатталғандың. Мен өзіңе 16 жасымда кеп білім қуып, осы елде қапталғанмын. Айтыста намысыңды қорғап жүріп, Алаштан ақын деген атталғанмын. Осы жерде үйленіп, отау құрып, басымда Құдай берген бақталғанмын. Академик Рымғали Нұрғалидан білім ап, ғылым тауып мақтанғанмын. Көздің майын тауысып, кітап жазып, ғылымның кандидаты боқталғанмын. Тәжірибе жинақтап, қызмет қып, 15 жыл Астанамда бапталғанмын. Орда бұзар, 30-да орда елдің ақ батасын еліме апарғанмын. Астанадан біліммен тәрбие алып, бүгінге орын тауып баптанғанмын. Астанам саған мәңгі қарыздарымын, бүгінгі бәрі саған мақтаулардың. Қорғайдан тобықтай боп келіп саған, ақтаңгер айбек болып аттанғанмын. Құлақтың құршығанып ел көрерге, тақырыпты қосайын енді өлеңге. Ұлабай ғылым таппай мақтанба деп өсиет қалдырыпты зердер елге. Абайды рухани ұстаз тұтқан Алаштың қызмет етті ерлер елге. Әрқайсы әр ғылымға негіз салып, оқулығын таратты елден елге. Қаншама ғұламалар шығар еді, репрессия зұлматы келмегенде. Алашқа Алла берген дағы болар, әлім білім ғылымға шөлдегенде. Қыршылынан қиылып кеткенменен, қаншама жасап кетті еңбек елге. Әйтеуір Мұхтарменен қаныш қалды, себеп боп шырағымыз сөкпегенге. Егер Мұхтар болмаса жетер ме еді, данышпан абайдай сөз зергер елге. Қалай болар еді деп толғанамын, ойымды арман ойлар келмегенде. Қазақ қазір қаймаңда жүрер еді, Алаштың арыстары өлмегенде. Дамыған елугенің бұлай тұрсын, 50 жыл алғозар ет келмегенде. Айтыстың арғынағын арқырадып, өлеңін таусуындай сарқырадып, сарағы сахнаға шыққан кезде Алаштың тыңдаушылау халқын атып. 21-ші ғасырдың сарасы едің, айтыста ақтан болған шалтып атып. Саражан айналайын аманлысың өзіңмен айтысуда жарты бақыт. Ардақты қарындастың біреу едің, қашанда жанаяулы нарқы жақып. Бір кезде шапраштыда келінмін деп, сен бізді қорқытушен қалтырадып. Өзіңменен айтысқан барлық ақын қашушы еді табанын жалтырадып. Айтыстан атаң ұзап жоқ боп кеттің, ашық күнде найзағай жарқыратып. Өзің күнде ұзатқан қыздар қосап, бұрылып та қарамай артыңа түк. Көзден кетсең көңілден кетесің ғой, ондайды кешірмейді жалпы уақыт. Қадамың құтты болсын қайтып келген, жанарың жасы ойнап жалқынатып. Ағайын сахнаға сара шықты, бұлттан шыққан күндей боп балқылады. Ойда жоқта жоғалтқан алтыныңды алдыңа алып шықтың жалтыратып. Кигізге ысқылаған күмістей қып, маңдайын жіберейін жарқыратып.
Саражан өнеріне ұлтымасып, сөйлеше өлеңіне күлкі басып, Сараның сандығына білесіздер бүгінде Алталаштың жұрты ашып, Адағайын көрейік бізде бүгін Сараның сандығының кілтін ашып. Саражан сенде бүгін қарап қалма, отырмыз көптен көріп шұрқырасып, сарымайдай сақтаған сыбағанды шыдашы сандығының құлқын ашып, халқыңа тәбәраттық жырынды төк, сағынған көңілдердің бұлтын ашып, әриәрім, әриәрім. Жоқтатпай, әкелер сөзін тоқтатпай, сіз
ақыл ағалардың ойлысы. Елу беріп жүз алған, жеті сайдан қыз алған, қауын қарбызға бөктірген күйеу балдардың майлысы. Арқалыққа жол алып, дөкейдекан боп алып, студентінің біразы Шымкенттен келген қайнысы. Туған жерге ту тігіп, қызмет қып алға ұмтылып, Астанаға келген жоқ әлдегімдердей байғысы. Ағамдай сөзді сардар жоқ, менде де бүгін арман жоқ. Өзіңізбен жолыққан қызғанда елдің бәйгісі. Жиналған жұртын қуанып, екеумізді көріп қуанып, кеп отыр қолын соққысы, кеп отыр құшақ жайысы. Халықтың жырын қозғаған, ақындар ғана мен білсе өнерпаздардың байғысы. Торғайдың мұңын мұңдаған, қазақтың жолын жырлаған, қарсыласың бүгінгі Алаштың алтын айбегі, айтыстың асанғайысы. Ақын ағалар көп еді, таныған жалпы жаһанның, солардың сенде бір едің, тигізген күндей шапанын. Тыңдармандары сағынған, тағдыры аққа жарылған, оразалы төлген ағаммен аяқтар ерте сапарын. Мұхамеджан мұқалмас, жуан ақын ет жұқармасын, аман жолаған бір төбе, алғыс ақын айтыста азық қылған маханым. Балғынбек жезден қажы боп, дәулетке деген қазы боп, серік затаға майыспай, қылымға кетті разы боп, сандыққа салып шапарын. Сол ағалардан сен алдың, аралаш жүрген түйедей арасында таймақ ботамның. Айбераға арасында ата болуға тақадың, сөздерін жатқа батамның. Жас ақын балдар тартылап, жас ақын қыздар түткіліп, келемге жылып кетпесін, сарғайған кезде шапанның, ағарған кезде сақалың. 35 жыл болыпты, сіз айтыста жүргелі, 25 жыл толыпты, біз айтысқа кіргелі, бағасын берді ұмытамын. Қояйын десе қоя алмай, сахнадан жүрген той алмай, ал айтысын тыңдаңдар, ардагер ата атаның. Алдыңа күнге келмейміз, сіздерді жерге көрмейміз, жырыңды соңдап ақынның жүгінді көтір атамның. Өлімнен соң жегізіп, халқыма бай-бай дегізіп, айналайын қазағым, алдыңда барды ол салмасам, адырда қалсын дей атам. Жастарға жүргеніңде бата беріп, Сарыжан қалды рас ата болып. Қартайды қай бойладық ұйқы сергек, тұрған жоқ шал дегенге қапа болып. Қалса да ағаңсаға ата болып, жеңесеңіз жүрген жоқ жата көріп. Елуді еңселуге таяғанда ұйқы сергек, жалықтық жата беріп. Ақырды патронды дәлкейгізіп, үлгердік алдыңғы жылы папа болып. Мені ойшы Сарыжан саған не жоқ, біз сені қалай ғана апа дедік. Өткенде Қызылордада өкпелеп ең, кемпір деген Мұхтарға жата келіп. Әйелдің жасы мәңгі 18-де, сөйлеген қабағыңнан қақан өріп. Қызылордада қызбын деп отыр едің, 3 айда қалғаныңда аба болып. Мен үшін сол баяғы қара қызсың, қостырымын жүретін қатар өріп. Кеміс ауыз кемпірге айналсаң да қаласың
Жан үшін бұқа болып байейді. Игермей байға бойын ханға басын, қорғайтын мекен қылдың таңдаласын. Астанадан ілім мен білім жиып, өмірдің елге бұрдым жолдамасын. Белгілі психолог, коуч болып, елгерзан ақыл айтып сарнамасын. Белсеніп туғаным жоқ билікті де, бизнестің жасағаным жоқ жарнамасын. Туытықтың туған жердің тұғырына ғұмырымды еліме арнағасын. Ағам мен жақан туған жерде туып, үлгісін ағанға лайы жалғамасын. Абырай салған жолмен оңтүстіктің оқуға шақырып жүр бар баласын. Сарыжан елу беріп жүзді алған жоқ, жұрт мені қайыншыл деп ойламасын. Шекаралық ауылдар босап жатса, күйеу боп қалай ғана майланасың. Дүниеге дүрбелең боп қалған жатқан шақта, қауын қарбыз жеп қалай жайланасың. Шекараң ашып қалсаң қор баласың, қазақтың күмсігейді сонда басын. Ел бүгін үшін менікі, елге үшін ақым етші ел қамын қамданасың. Арманым болмас еді сарыарқамның, қара көзге толтырсам сардаласын айелің. Халқымның қажетіне жарап жүрмін, жаныма абай сөзін жалау болдым. Білім мен қылым құмар жас өркеннің жүрегіне шоқ тастап алау болдым. Қашық боп абай айтқан бес нәрседен, асық боп бес асылға алау болдым. Талапты терең ойлы еңбек құмар шәкірттер тәрбиелеп маман қылдым. Және де қанағатшыл рақымды өзінің кәсібіне адал қылдым. Абайды айтсам кетігін тауып беріп, кірпішін дүниенің қалап жүрмін айелің. Қалмас үшін надандық бұлауында, ғылым керек ойлы қыз саналуға. 30 жылда 40 мың ғалым кетті, күйген түрлі күнкөріс талабында. Алаборба арқалап амалсыздан 90-шы жылдардың заманында. Халқы жүктер көбейді ғылымда да, ауызын тырнап ашып жаранында. Әкімдер академик шенеунік доктор болып мәні кетті саланында. Орынын 30 жылды олқылықтың бет бұрып жатырмыз ғой шабалуға. 643 миллиард қаржы бөліп, ғылымға көзқарастар жаңаруда. Ғылымға осыншама бөлген қаржы әрбірінің кетпес екенін қалауында. Ғылым мен технология дамымаса, қаламыз қараңғылық қамалында. Тоқаев жолдауында қадап айтты, жасанды интеллекті ауанында. Ғылымның жетістігін ауыл көрсін, қазақтың тамыры мен әр ауылда. Жолдаудағы президент тапсырмасы бүгінде үкіметтің қарауында. Министрлер мінбеде жүре бермей, аяқпен бару керек әр ауылға. Әкімдер әуге басып әңгіме айтпай, жағдайды жасау керек бар ауылға. Үй бөлген жерде интернет бармайды деп, жабу үшін алмасын қара ауылға.
жасанды интеллекті қалай барма, жасалды интернеті жоғалуға етпейді. Өлсек орның қара жер сыз болады, өткірдің бір ұялшақ қыз болады. Ақындар өнерпаздың байғұсы деп айтқанына жүректің сыздағаны. Айта салған шығарсын ұйқас үшін, ол үшін кешелеген қыз баланы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы деп айтқан ұғалдық бар біз дананы. Сөз патшасы өлеңді тудыратын, ақын деген өнердің мұзбалағы. Ақындар қашан байғұс болып еді, төмендетіп бермейік біз бағаны. Ақын деген аңқылдап мәрт халық қой, өлеңінен көрінген ізгабалы. Бір қыздың бетіндегі менге бола, садақа қыласалар жүз қалан ауа еді. Балаңыз өзіңіздей рухты болсын. Ақылды патроным демен үшін қуаныш үстіне жұтты болсын. Тектіден текті туар жеңген жас қой, Құдай берсе тағы да жүкті болсын. Жыр қазағым айтыста бұлқылдайды, түр қазағым қол соғып бір шулайды. Ата емес бопауым қаласың деп сөйлейді, айбек арап шіркін жайлы. Қызылордада қазанбас қуғырдасың, мұхтар маған кемпірден қутыңдайды. Балапандай көрем деп қай кезде де алатаудай айбегім бұлқынбайды. Өнерпаздың байғұсы ақын десем, қарсы боп айбек арап шын тулайды. Негізінде айтпағым мынау еді, қайшылық қарындастан құртылмайды. Байғұс емей немене ақындардың ақиқатын қоғамда кім тыңдайды? Ақындарымыз болмаса айтыс айтқан шумақтары эфирден қырқылмайды. Ақын байғұс болмаса қазақ тілдің жағдайы неге сонша тұнтырлайды? Біз айтқан жемқорлықтар жойылмайды, біз айтқан парақорлар құртылмайды. Сіз айтқан облыс неге ашылмайды, біз айтқан жастар неге жүр тыңдайды? Фонограмма мен әншілер миллион тапса, жазушының кітабы құн тұрмайды. Ақын деген шапанның жеңі қысқа, дегенді айтқан есағам ұмытылмайды. Жүрсін ағам айтқандай қалқыл еткен қаламнан шын шедевр жыр тумайды. Ханым Жайлыбаевтың бір сөзі бар, сабыр уақыты сын жолдайды. Ақындары алақан жайған елдің қатындары қолбастар ұлтылмайды. Керуенін ел болдық шопан бастар, біздің жақта болмай тұр қатал жоспар. Ғылымдаппай мақтанба деген сөзді қаңқылдап құрайтып жүр қатарластан. Ғылым тауып жатса да қарыз қинап, орындаппай безіп жүр отандастар. Шетелге жиі шығып жұмыс істеп жүр, елдің жүгін көтерген атан жастар. Қызылды шындықты айтып шешілесің, кесілсең баспен бірге кесілесің. Кредитке той жасап, көлік мініп, қайран қазақ шашылдың несін нешін. Елден қалмай кредитке айфон алып, қайран жастар несіне есіресің. Кредитті қаттады қайран өкмет, көрпеге қайды қарап қашан көсілесің. Күн көре алмай еліне
terip жүрген қазақ қызын қалайша өсіресің? Шетелдің шөбінше болып жүгір еткен қазақ ұлын қалайша өшіресің? Жастарға жұмыста болып бермегесің, бүтіндік сақтай алмай тесілесің. Ақшы үшін мұхитасы кетті жастар, туған жерге қоса алмай ешілесің. Өз елінің жабан деп несі иесің, өзге жерден келіп жүр несі бесің. Өткіртін бір ұялша қыз демей ме? Өткенде телеарнадан көріп қалдым, өкімет түсіп алады бізге кейде. Каспий бұлттан аударым жасағандар жетпесін, оның саны 100-ге дей ме? Халықтың әр тиынын санап тұрса, шықпайды 100 жасайтын 100-ге дейді. Карточкадан 500 мың аударсаңдар, түсеміз тексереміз бізге дей ме? 500 мың теңге тұрмақ өкімет ау, 5 тиында болмайды бізде кейде. Сондай кезде тексеріп кетсеңдерші, қал жағдайын алай деп бізге кейде. Қалай не көріп жатсың, не жеп жатсың деп тұрса, қандай ғажап сізге кейде. Қалтамыз толы кезде ел іздемей, қалтамыз бос кезде де іздемей ме? Аллаға ұнамдысы адам еді, шайтанға ұнамдысы арам еді. 5 нәрседен қашық бол деме деген абай, 5 нәрседен қашуды қалап еді. Бекерге мал шашатын бүгінгілер, садақаға келген дау сараң еді. Дәл абай туған күні концерт берген, жиылыны әкелген қаймаман еді. 180 мың теңгеге билет алып, жиналған 50 мыңдай адам еді. Әншейінде халықта жағдай жоқ деп айғайлап зарлауымыз жаман еді. Концертке тайның құнын төлеп кірген, кредитке батқан елдің заман еді. Сол ақшаны анасы әкесіне сыйламаған перзентін қалан еді. Немесе бір бала қазақтың баласының дамуына жұмсасау бағалы еді. 180 мың теңгені бір мұқтажға берсе, қыстық соғымын алар еді. Азғындыққа бекер мал шаштыңдар деп азап келіп қалмасау жарар еді. Құнанбай тірі болса дүре соғып бәрімізді аяусыз сабар еді. Дженниферге жыртылып кеткен ақшаң жетімдердің жыртығын жамар еді. Сейілтуге кеп тұрмын сарбайымды, жырлауға келген жоқпын талғайымды. Абайдың атыналы қайта ашылған облысын көрсетті қандай үлгі. Ашылмай қалған жалғыз облыс бар, сол ойласам толғырар тал ойымды. Торғайдың облыс болмай қоймаймын деп талай рет тақылдаттың таңдайымды. Жұғысты болсын аға бізден сізге, бір алла жеңілдесін жағдайымды. Ахмет пен Міржақыптар туған жерге иіп қойсын құдайым барбайымды. Арманы орындалып саралғара, ел толтырып қол қалдырып мал жаюды. Облыстың атауын ыбырай деп қайтадан жарқыратсын маңдайымды. Осы бір ақтілегім қабыл болсын, биікке көтерсін жауын ардайымды. Ақындардан бір әкім шықпайды ма, аяға түсіндім ғой мән жайымды. Бері уәли басқарса абайымды, Айбек Қали басқарсын торғайымды.
салма, ақындар байбостықпен асқа салға. Ақынның сөзі қор боп жүрді ғой дедім, бірақ та байбостыққа жаппас ол да. Мұңмен жалғыз алысып қайған сөзі, қор боп өткен абайдай тасқа шалды. Бірақ ол байбостық боп саналмайды, Құдайым байбостықты басқа салма. Ақындардың жағдайы жаман емес, жабырқап жанарыңды жасқа салма. Парламенттен ақынның үні шықты, ақиқатшыл Ринаттай қасқа сонда. Ақырып теңіз сұрар аман жолымен, сұрапыл Жанарбектай доста сонда. Біраз ақын мәслихат депутатты, елінің сөзін сөйлеп басқа салуға. Айнұр менен екеуің миллионер, болдыңдар миллиардтан аспасаңда. Есенқұл жүрсін қалың ағалардың сөзімен жауап беріп тастасаңда. Олар айтқан мәселе жоқшылық қой, ол сенің бұл сөзіңмен аспасарына. Кедейлік пен байбостық ол екі жол, болады бір арнаға қоспасаңда. Кедей болса болуы мүмкін ақын, бірақ байғұс болмайды ешқашан да олай. Нағыз саға қалған тілегіңе, тілегің жылы тиді-ау жүрегіме. Мынау 5 күн жалғанда не жетеді, аяулы қарындастың тілеуіне. Абай облысының жолын берсін, Ахмет Мыржақыптың ұл өліне. Келесі апта барады президент, Торғайдың күтіп отыр өліде. Бір жақсы жаңалықты болама деп, Ақордаға құлағын түреді де. Жан бітіп Тоқаевтың қадамымен, қан жүгіріп Торғайдың ірегіне. Жарық сәуле келеді деп сенемін, тоз-тоз болған Торғайдың түнегіне ұлай елге. Кіл жайналып дүниенің көші мүлде, ағаңның шығып кетті-ау есі мүлде. Саражан облысты ашып тастап, Ыбырай деп қойыпты есімінде. Ыбырай облысына мен әкім қып, шығарып қойған екен шешімінде. Әкімден менсіздағы жетеді ғой, Аллама шүкір айтам осы күнге. Әкім боп көргөз баяқ арманым жоқ, тербелсем туған жердің бесігінде. Арнамызын күзетіп туған елдің, күзетші боп жүрсем де есігімді туған елдің. Ғылымға бет бұратын шақтан ағыз, біз неге ғылым таппай мақтанамыз? Өзгелер алғын тұлып жатқан кезде, біз болсақ өткен шақты ақтарамыз. Қазақ қып алу үшін Шыңғысханды, өлмейтін даулы болып аттанамыз. Ғылымға миллиардтап қаржы бөлдік, желіден мәліметті ақ қараңыз. Грантты жыртыс қылып таратқанмен, ашылған көп жаңалық жоқ қараңыз. Шетелдегі ғылыми журналдарда мақала шығардық деп шаттанамыз. Ақшаға жаздырып алған мақаланы есептік министрге апарамыз. Осыдан дамып жатқан ғылым бар ма, құрылысқа қаржы шашуын ақтарамыз. Армия жұрт ит жылғы қаруменен
жау шалса енді қалай сақтанамыз, әскердің жүр тәртібін бұза алмай, олармен елді қалай ап қаламыз. Шабытпен әскерге кеткен балалар табытпен қайтып жатыр көп баламыз. Бұрынмен әлем қазір соғысып жүр, бұрынмен 40 жылғы тапталамыз. Білекпенен соғысу қалған қазір, ғылыммен білім шықты сапқанамыз. Ғылыммен қарулану керек бізге, жасамай жаттанамыз, жоқтанамыз. Жасанды интеллекті заманында ғылымнан ғана жұртын бақтабамыз. Сонда ғана әлемдік кеңістікте орнықты орын тауып аттанамыз да ойында күллі әлем қарасыққан, жұртпыз ғой Әл-Фараби баба шыққан. Жидебайда жатып ап жеті жұрттың, ғылымын біліп абай дана шыққан. Алтаққылас біліммен екі бірдей, ғылымды жасап Ахмет дара шыққан. Академик Сәтбаев соғын ертіп, қанша академикті ала шыққан. Ұлдарын қазақ деген дарынды ұлттың, ел болсақ күллі әлемнің сана соққан. Шетелде қанша қазақ ғалымы жүр, ғылымда топты жарып дара шыққан. Google мен Силикон алқабында жүйрікті жүр табанын тағасыққан. Пәндік олимпиададан халықаралық жеңімпаз талай қазақ бала шыққан. Солардың басын қосып қолдау берсек, еліміз дамымайына бағасыққан. Ұлы Абайдың тәлімін жаттап ұққан, еститін ұрпақ өссін мақтап ұлттан. Темірқазық Абайдың тұрған кезде әулие іздеп қайтамыз басқа жұрттан. Ғылым тауып мақталар күнде туар, қазақтың маңдайына бақ дарытқан. Ғылым қуу келеді қолымыздан, жұртпыз ғой ал ерекше тек дарытқан. Аз ғана жалғаулығы бар демесең, қазақтың ағылартып көп балықтан айнымайды. 30 жыл болып еді осы өлең, алдыңда көп жүрмесін есіл өлең. Санажан көріскенше сау болып тұр, ақылсың десегенін сесі берен. Көңілімнің патшасы көрерменім, көргенше қошаман бол осыменен. Алла жазса ертеңде жолығармыз, шешілсе қазылардың шешіменен. Белді буып келген соң не де болса, дәм татармыз хақ бұйыртқан несібеден. Ел аузында екі ауыз сөзім қалар, есілде еш болмаса есіл өлең айналар. Демеймін аға сізді жылу керек, кей сөзіне қарсылық қылу керек. Байғұстық пен байлықты өлшемеймін ағамыз, құлақ десем мұрын демек. Ақынның өзіне мен сөзін сыйла деп қоғамға айтылды жырын бөлек. Сіз оны байлыққа кеп тіредіңіз, құлақты қарсыласқа түру керек. Сөзі жетім ақынның өзі жетім, сөз ұқпаса жырларын шығын келеді. Қайран сөзім қор болды деген Абай тобықтыға шағыптым мұңын бөлек. Ақын айтып шенеунік орындаса, ақынды бақытты деп білу керек. Ақын айтып шенеунік мыңқ етпесе, міне соны байғұстық деп ұғу керек. Әкімді көрген
айтулы ақындарға мінбер берген өкіметке шапалақ ұру керек. Абылайдың қасында бұқар жүрген бізге де дәл сол жолмен жүру керек. Депутаттың дәрақын болмаса да бұқарларға көңілді бұру керек. Ақорданың ішінен ақыл айтар ақындардың алқасын құру керек. Қолыма бәйге болса байрақ алам, ақын байыл алдыңды сайрамаған. Bir сахнаны бөлісу бір мәртебе, өзіңізбен айтысып Айбек ағам. Қалиып болғаныңмен халқың үшін ағайып болып қаласың қайран ағам. Кәдімгі әкім болып кетпесең де қадірлі ақыл қылып сайлан балам. Жас болдық өмір келгін ойламаған, күн ертең не боларын ойланмаған. Шарықтап кетсем дағы осы айрыста, өзімдей қамқораға қайдамаған. Oğlum kızın yüründü kısıktık, ballan yüründü balağan. Balalarda ulaydın, her türlü joba balalap. TikTok benimiz kızındı, tak tak bendim de azamman. İnsta benimiz olundu, İslam men ösürreyi şaman. Memleket meni tыңдайма, ол қылықтар болмаса, зарланып сара жылайма. Тоқталып өтсең әлпәке, әліппені оқыттық, әліппілер қыз қайда, ана тілін тоқыттық, қазақша сайран ұл қайда, тарих бәрін игеріп, тарихын білген түр қайда, оқушының шыққан аузынан әдебиеттегі жыр қайда. Қазақилықты балаға сіңіру керек мұндайда, көзін ашқан қазақтың тумайды ымырайда. Ұлттық тәрбиемізді оқушыға сіңірмей келешек келмес ыңғайға. Ер төстіктей дамидың, ер тарғынды танидың, Махамбеттің жырына бала жігерін жанидың. Тастай қылып айтып бередің абай жолының тарихын, оқушыларды шығарып кеудеңді қағарай күн қайда. Балалардың жағдайын ана болған соң айтамын, заманының шындығын сара болған соң айтамын. Мейлі саған айтқандай, айта бер десең айтамын, қайта бер десең қайтамын. Қаншайырақ елуі керек есі отанның, астарын сөздің байқадың, шамырағыңды шайқайдың. Тыңдама дұшпан айтарын, қазақтығың аяулы, азаттығың баянды болсын деп тілек айтамын. Құнанбай болсын әр әке, Абайдай болсын әр бала, қазағыңды таймасыншы қазағым менің ей бай.